Зерігіп, іші пысып, жалығып үйренбеген бала көбінесе әртүрлі тәуелділікке бейім болады. Тәуелділікті білесіздер, оның түрлері көп. Ойынға тәуелділік, интернетке тәуелділік, немесе есірткі заттарға тәуелділік деген сияқты түрлері көп, және оның жақсы емес екенін білесіздер. Сондықтан да балаңыз кейде босқа отыратын болса, оған ұрсудың қажеті жоқ, сен босқа отырдың, ешнәрсе істемедің деген. Өйткені біз бұл зерігу эмоциясы өте күрделі, өте қиын, оны қабылдай білуіміз керек және зерге білуіміз керек. Сондықтан да осындай әртүрлі тәуелділікке душар болған адамдарда осы зерігуді, іш пысуды мүлдем қабылдай алмайды. Зерігу, осы іш пысу эмоциясы дегеніміз бұл өте күрделі, өте қиын эмоция. Сондықтан да өзіңізге кейде зерігуге, ішіңіздің пысуына рұқсат беріңіз. Бұл дегеніміз өзіңіздің фокусыңызды, өзіңіздің эмоцияларыңызға, ішкі сезімдеріңізге өзіңізге бұру дегенді білдіреді. Келесі тақырыпта біз үлкендердің зерігуі, оған не істеуге болады, соны тақырыпты келесі рилста жалғастырамын.